Саламатсыздар ма достар? Бүгін сіздермен бірге осыны таңғы ас жасағым келіп тұр. Қабыл алыңыздар. Бізге 300 грамм айран, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май, жақсылап араластырып, ұнымызды қосамыз. Он бізде 220 грамм. Және де 1 ас қасық разрыхлитель қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, осындай түйіршексіз бір қалыпты қамыр илеп аламыз. Осындай болу керек қамырымыз. Енді азғантай бетін жауып, 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Басқа ішіне салатын заттарымызды дайындап алғанша бетін жауып, азғантай уақытқа қоя тұрамыз. Енді бізге осындай колбаса керек болады. Мен мұсылман сервелатын алдым. Осындай уақ кубиктер қылып турап аласыз. Енді бізге осындай азғантай сыр керек. Сырды да үккіштен өткізіп аламын. Және бізге қайнатылған 2 жұмыртқа керек. Оны да үккіштен өткізіп аламын. Және де бізге осындай азғантай көкөніс керек болады. Егер сізде көк жуа болса, ол өте тіптен жақсы. Менде көк жуа жоқ екен. Сондықтан мен үйде бар укропымды пайдаланып жатырмын. Біздің қамырымыз да дайын. Қоспамыздың барлығын дайындап алдық. Енді қоспаларымыздың барлығын қосып аламыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Каналға подписка жасап, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Бәрін жақсылап араластырып алдым. Мен табаға май құйып, қыздырып жатырмын. Қазір қызған соң салып бастаймыз. Менің табам қызып тұр, табаға май құйып алдым. Енді осылай деп бір қасықтан салып, осындай жалқауларға арналған пирожкиді пісіріп аламыз. Қамыр ашытып, кешке дейін жүрмейсіз. Иісі мұрынды жарып бара жатыр. Табаның астын бастым, өйткені бір жағы күйіп кетіп жатыр. Күйіп кетпесін десеңіз, табаның астын жаймен қойып, екі жағында әдемілеп пісіріп аласыз. Мінекей достар, біздің осындай жалқауларға арналған жылдам дайын болатын пирожкилеріміз дайын болды. Ал бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, таңғы астарыңыз дәмді болсын. Біздермен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Лайктарыңызды аямай басып отырыңыздар. Ал мен әдеттегідей сіздерге дәмін татып берейін. Ау, ыстық екен. Ең ыстығын алып алғансың ғой. Осылай деп қаймақпен жесеңіздер де болады.
керемет.